Ғаламтор арқылы арықтататын сусындар сатуды кәсіпке айналдырған азаматтар жетерлік. Ал тағамтанушы Алтынай Қасымханова смузи коктейльдерін тек үй жағдайында жасау денсаулыққа пайдалы дейді. Смузиді сатып алғаннан көрі үй жағдайында жасағанды кеңес беремін. Себебі оны жасау өте оңай. Сонымен қатар оны жасаған кезде сіз өзіңіз жемішеде қандай өзіңіз ұнатасыз, соны қолдануыңызға болады. Ал егерде сіз ғаламтордан өзіңіз тапсырыс беретін болсаңыз, сіз біріншіден оның ішіне қандай көкөністер, жеміс-жидектер кіретін білмейсіз. Екіншіден қанттың құрам мөлшерін қанша екенін де білмейсіз. Смузиді ең біріншіден ол аш қарынға ішуге болмайды. Яғни таңертеңгі уақытта смузи аш қарынға емес, біраз уақыт өткеннен кейін, яғни 1 сағат өткеннен кейін ішкеніңіз жөн. Сонымен қатар смузиді ішкен кезде ең біріншіден сіздің аллергияңыз бар ма жоқ па, соны анықтап алыңыз. Фитнес жаттықтырушылар смузи адам ағзасын токсиндер мен шлактардан тазартатындығын айтады. Бірақ онымен қоса жаттығу мен дұрыс тамақтануды, дәрумендер мен минералдарды да ұмытпаған жөн.